Адам ұрпағымен мың жасайды деген сөз тегін айтылмаса керек. Шыр етіп сәби дүниеге келген уақыттан бастап ата-ана алдында қыр-сыры мол міндет тұрады. Ол бала тәрбиесі. Бала үшін үй ішінен ата-анасынан артық тәрбиеші жоқ. Ал мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу ерекшелікті қажет етеді. Ата-ана тарапынан ұстамдылық, шыдамдылық, төзімділік, сабырлық болуы тиіс. Мүмкіндігі шектеулі баланың басты проблемасы қоршаған ортамен байланыстың, табиғатпен қарым-қатынастың болмауы. Бүгінде сол олқылықтардың орнын толтыратын түзету және дамыту орталықтары бар. Сондай орталықтың бірінде күні кеше ашық есік күні өтті. 5, 6. Орталыққа психикалық сөйлеу дамуының кешігуі, аутизм, церебральды сал ауруына шалдыққан балалар жиі келеді екен. Я преподаю ЛФК. Мен орталықта балаларға емдік дене жаттығуын жасатамын. Мүмкіндігі шектеулі балалар келеді. Біздің орталық балаларды қабылдауға қашанда дайын. Бүлдіршіндерді өмірдің жаңа баспалдағына көтеріп, денінің сау болуына үлес қосқымыз келеді. Этот год в Казахстане объявлен. Ағымдағы жылды ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы балалар жылы деп жариялады. Осы уақытта біз де өзімізге әлеуметтік міндет алып отырмыз. Мүгедек балаларға көмек көрсетеміз. Орталықта балалар психологы, нейропсихолог, логопед-дефектолог, арт-терапевт, емдік дене шынықтыру маманы, мектепке даярлық, инклюзивті тобын даярлайтын мамандар жұмыс істейді. Түзету жұмысында өнерді пайдалану арт-терапия деп аталады. Бала арт-терапияға, яғни сурет салу, шынықтыру, әдебиет, музыка шығармашылығына қатыса отырып, рухани жағынан да дамиды. Ерекше балалармен жұмыс жасайтын тәрбиешілерге жоғары талап қойылады. Мәселен, тәрбиеленуші мен тәрбиешінің арасында әдеп болуы, дамыту мақсатында ұсынылған ойындарды меңгерту. Баланың қабылдауы, есте сақтауы, тапсырманың шектен тыс ауыр болмауы және әр тапсырманы орындау барысында баланың мүмкіндік деңгейін ескеру керек. Орталық ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап қызмет көрсетіп келеді. Біздің көздегеніміз табыс табу емес, ерекше баланың сауығып, жақсы нәтиже көрсетуі дейді орталық өкілдері. Ал ата-ана үшін сәбиінің денсаулығынан артық не қажет? Бұл адамдар өздерінің амандықтарын жақсы меңгерген, балалармен жақсы тіл табыса алатын мамандар еңбек етіп жатыр екен. Міне әрине бұл бізге ұнайды өте ата-аналарға. Бала біздің болашағымыз деп есептейміз. Соған байланысты осындай мемлекетіміздің осындай балаларды, осындай ерекшелігі бар балаларды емдеу үшін осындай ұйымдарды, осындай мекемелерді көптеп ашқаны әрине ата-аналарға біздерге өте қолайлы. Нашли в Инстаграме. Біз бұл орталықты Инстаграм әлеуметтік желісінен таптық. Пікірді оқып шықтық, бізге ұнады. Мұнда келіп жүргенімізге 2 апта болды. Балам қуана келеді. 2 аптада айтарлықтай нәтижеде бар. Сонымен қатар қазіргі уақытта мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасаудағы өзекті мәселе инклюзивтік білім беру. Инклюзивтік білім мүгедек балаға өзінің құқықтарын біліп, оны іске асыруға мүмкіндік береді. Қоғам барлық баланы, соның ішінде мүмкіндігі шектеулі балаларды, дені сау балалармен қатар оқыту және әлеуметтік бейімдеуге міндетті. Жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай балаларды қолдауда маңызды. Балаң бауыр етік, бүлдіршінің бәрі аман болсын, әр шаңырақта қылықтары балдай тәтті сәбилер көп болсын дейміз. Аңсатқан жан